Мұрат Мөңкұлы 1843 жылы қазіргі Атырау облысы Қызылқоға өңірінде туған. Мұрат өмір сүрген уақыт патшалық отаршылық мейлінше дәуірлеп, қазақ жерінің талауға түскен, халқының зорлық-зомбылыққа душар болған шақ еді. Патша үкіметінің тарапынан жүргізілген реформалар нәтижесінде ел билеу жүйесіне өзгерістер енгізіліп, халықтық салт дәстүрлердің қоғамдық әлеуметтік тамыры жойыла бастады. Міне осы тұста Мұрат сынды ақындар халықтың басына түскен ауыртпалықты жырға қосты. Мұрат мұрасын зерттеген Бауыржан Омарұлы былай дейді: Мұрат Мөңкұлы үш қиян, сарыарқа, әттең бір қапы дүние сияқты толғау дастандарында қазақ жерін отарлаушыларды батыл әшкерелеп, озбыр саясатқа қаймықпай қарсы тұрды. Зар заман дәуірі поэзиясының қатарында Мұраттың үш қиян, сарыарқа атты толғауларының орны ерекше. Аталған екі толғауда да ақынның ата-бабаларымыздың қасық қаны қалғанша қорғаған жерін отарлаушылардың табанының астына таптатқысы келмеген жан күйзелісі көрініс тапқан. Үш қиян Батыс Қазақстан өлкесі Атырау аңғары, Ойыл, Қиыл, Жем, Сағыз өзендерінің айналасы. Үш қиян толғауында осы жерлердің отаршылдардың қолында кеткені, елдің өрісінен айырылып торыққаны жырланады. Соның салдарынан заман бұзылды, ақшалының күні туды, пара пәле көбейді, арамзалар болыс болып ел биледі, ағайындық пен татулыққа жік түсті, ел үшін жылпостар жайлады, дәулеттіден бақ кетті деп күңіренеді. Тәуелсіздігінен, жерінен айырылған қазақ қайда бармақ? Мұрат осыны ойлап терең ойға батады. Бұрынғы асан қайғы, қаз туған орақ, Телағыз сынды ірі тұлғалар өскен жерден айырылған, ендігі ұрпақ қайтпек. Адамдар арасында адамгершілік азайды, мейірім жоғалды деп өкініп ренішін білдіреді. Ер азаматтың бойындағы жігіттік қасиет кеткенін, ел басқарған әкімдердің зорлықшыл қылықтарын, ақылсыз кейпін сынай жырлады.